Баршаңызға қайырлы күн, көрермендерім. Сіздерге ірімшікті сорпаның жасалу жолын бөліспекпін. Бұл сорпа хош иісті, дәмі тіл үйіретін жеңіл тағам. Алдымен пиязды, картопты, сәбізді орташа көлемде турап аламыз. Содан соң ыдысымызды газға қойып, аздаған мөлшерде сұйық май құямыз. Май қызған соң пиязды салып, кішкене қуырып, үстінен картоп пен сәбізді саламыз. Су құямыз қажет мөлшерде. Содан соң дәміне қарай тұз бұрышын салып араластырамыз. Бетін жауып қоямыз. Қайнағаннан соң балқытылған ірімшіктерді саламыз. Араластырамыз. Көкөністеріміз піскенше бетін жауып қоямыз. Міне көкөністеріміз пісті. Енді блендердің көмегімен езіп аламыз. Сорпамыз дайын. Өте оңай жасалу. Дайындап көріңіздер.